Егер сіз үйде тыныш өмір сүріп жүрсеңіз, бір күні мына жануарлардың бірі сіздің есігіңізді қақса не болар еді? Көбі сүйкімді, кішкентай көрінеді, бірақ кейбірін ешқашан үй жағдайында ұстауға болмайды. Бүгін мен сізге сырттай тәтті, бірақ өміріңізді өзгертуі мүмкін 10 жануарды көрсетемін. Бірге өмір сүруге болмайтын 10 жануар. Видео соңына дейін көріңіз, себебі ең қауіптісі көп адамның үйінде ортада жүр. Ең соңғы 10-шы орын – питон. Көп адам экзотика деп ұстайды, бірақ питондар үндемей шабуылдайды, қысып өлтіру қаупі бар. Жылына ондаған оқиға тіркеледі, көбісі асырап алушының үйінде. Бұл жануар сізді досы санамайды, ол аңшы. Одан кейін бізде 9-шы орын – сасық құн, скунс. Тәтті, кішкентай, мультфильмдерді өте сүйкімді, бірақ бір рет қорықса, иісі 30 күннен түспейді. Киім, жиһаз, төсек түгел жарамсыз болуы мүмкін. Жеңіл қателік, айлап ес шығармай жүресіз. 8-ші орында түлкі. Ақылды, әдемі, қасқыр емес, үйге жарайды деп ойлайтындар бар. Шын мәнінде агрессивті, тамақты тартып алады, тісін батырады. Бүйрек жайқор аурулардың тасымалдауы мүмкін. 7-ші орында мартышка, маймыл. Видеоға түсіргенде әдемі, қызық, бірақ жетілсе мінезі күрт өзгереді. Шапалақтайды, заттарды лақтырады, иесін қарсылас ретінде көреді. Бір шешімі маймыл сізге емес, табиғатқа тиесілі. 6-шы орын жыртқыш құстар, бүркіт, қаршыға. Күшті, әдемі, еркіндік символы. Бірақ олар үйді, баланы, басқа жануарды олжа сияқты көреді. Күтім, жаттықтыру, жауапкершілік орташа адам көтере алмайтын деңгей. Ал енді бесікке де келіп жеттік. 5-ші орында энота. Тиктокта бәрі сүйкімді, ал шындықта түнде ұйықтамайды. Үйді қазып, жыртып, ашып тастайды. Жатса, тұрса тамақ іздейді. Иесімен ойнап, тырнап, шағып жіберуі мүмкін. Сүйкімділігіне қарап, алданып қалғандар өте көп. 4-ші орын ақ тышқан, домовой егеу құйрықтары. Тез көбейеді. 2 айда үй толады. Сымдарды кеміріп, өрт шығару қаупі бар. Ауру тасымалдауы жоғары. 3-ші орын қасқырға ұқсас гибридтер, волкосов. Ит сияқты көрінеді, бірақ табиғаты мүлдем басқа. Бір сәтте аңшылық инстинкті оянады. Балаларға, қонақтарға қауіп. Қасқыр үй жануар емес, ол орманның иесі. 2-ші орында үйде ұстайтын жабайы мысықтар, каракал, сервалы. Инстаграмда сән, реалда қауіпті инстинкт, қатты секіреді, үйге доминант болады. Егер ызаланса, бет кесікке секіруі мүмкін. Ал барлығымыз күтіп отырған 1-ші орында көптің үйінде бар жануар. Бұл бәріміз жақсы көретін, бірақ дұрыс тәрбиесіз, үлкен тұқымда агрессивтенген иттер. Тәрбиесіз болса шабуыл қаупі бар. Жауапсыз иелер басты проблема. Ит емес кінәлі, бақылаусыз адам. Өзіңізге сұрақ қойыңыз, үйретуге, жауапкершілік алуға дайынсыз ба? Жануар ойыншық емес. Біз оларға үй береміз, олар бізге сенім береді. Ал сенімге жауап бермесек, ең қауіпті жануар кім болады? Ойлан, содан соң қадам жаса.